Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге молочная девочка тортын дайындайтын боламыз, яғни сүтті қыз торты. Бірақ одан бұрын каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Жұмыртқаларымыз міндетті түрде отборный болуы тиіс. 72 немесе 82% сары майымызды қосамыз. Маргарин қосуға болмайды. Жұмыртқамыз бен сары майымызды жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап араластырып болған соң, сгущенкамызды қосамыз. Три желаниянікін немесе айналайындікін қоссаңыздар болады. Міндетті түрде 1,5 банкасын қосамыз, сонда торттарыңыз әдемі болып көтеріліп шығады. Содан соң жақсылап миксерлеп аламыз. Еліктен өткізілген ұнымызға разрыхителімізді қосамыз. Бір ыдыстың ішінде жақсылап екеуін араластырып аламыз. Ұнымызды барлығын бірден салып жібермей, аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ, басы біріксе болғаны, сұйық әдемі масса болуы тиіс. Міне бізде осындай қою әдемі масса дайын болды. 3 немесе 4 ас қасықтан барлығына салып шығамыз. Менде диаметрі 24. Менде 6 корж шықты. 150-160 градуста 7-10 минут шамасында пісіп шығады. Осылай әдемілеп бір тегіс етіп жайып шығамыз. Қамырларыңызды қалай жайсаңыздар, солай пісіп шығады. Сол үшін бір тегіс етіп жаюға тырысыңыздар. Құрамына қажетті заттың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Міндетті түрде рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ал енді кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сгущенка қажет. Ыдысымызға құйып, жақсылап миксерлеп аламыз, жалғыз өзін. Содан соң сливкимізді құйып, тағы да миксерлеп алатын боламыз. Достар, қазақша фудблогтың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет рецептермен бөлісетін боламын. Мінекей өзінің формасын ұстайтын креміміз дайын болды. Пісіп шыққан корждарымызды суытып алғаннан соң барып, тортымызды жинап бастаймыз. Торттарыңыздың биік әрі біркелкі болғанын қаласаңыздар, осындай кольцоға жинаңыздар. Содан соң тегіс болғанын қаласаңыздар, корждарыңыздың жан-жағын осы кольцомен кесіп алсаңыздар болады. Холодильникке 6 сағатқа немесе бір түнге қалдырсаңыздар, кремі сіңіп, өте жұмсақ, нәзік торт пайда болады. Артылған креммен жан-жағын жағып тегістеп шығамын. Осы креммен жан-жағын қаптап тегістеп шықсаңыздар болады. Бұл тортқа крем чиз қолдансаңыздар да болады. Бірақ осы креммен өте дәмді, нәзік болып шығады. Мінекей осындай болып, әдемі болып шықты. Енді бетіне шоколадпен осылай құятын боламын. Бұл міндетті емес, әрине, әсемдеу, оформлениесі өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Содан соң үстінен осындай құлпынайларды кесіп, бір жағын ғана сәндеп шықтым. Оформлениесі өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сондай нәзік, әдемі, ауызда еритін торт болып шығады. Видео рецепті соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта менен қандай рецептер күтесіздер, астына комментарий бөліміне қалдырып,
Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар.